дейінгі, яғни мына жерде 31 желтоқсаннан кейін 1 қаңтар ғой, дейінгі кезеңімен және 36 айдың табысы бойынша анықталады. Яғни 1998 жылдан кейінгі 36 айдың кез келген 36 айдың табысы деген, яғни сіз 3 жылдың ішінде 1998 жылдан кейін 3 жылдың ішінде қандай айлық болды, мысалы сіз 10 жыл істедіңіз, 98-ден кейін 10 жыл жасады зейнеткер, соның кез келген 36 айдың табысы бойынша анықталады. Зейнетке шыққанға дейін ай сайынғы табысының мөлшері 2022 жылы 46 МРП-ны құраған, ал 2023 жылдан бастап бұл көрсеткіштің мөлшері 55 МРП-ға дейін өсті. Яғни 2023 жылдан бастап бізде 1 МРП 3450 теңге, соның 55 МРП-сы 189.750 теңгені құрайды. Яғни 36 айдың табысы 6.831.000 теңгеден аспау керек. Асып кетсе де осы 6.831.000 теңгені теңге деп есептеледі. Түсініңіздер ма? Мысалы 36 айдың табысы, мысалы бір айда 189.750 теңгені құрайды дедік, ең кіші зейнетақы, базалық зейнетақы 53 мың, ең кіші зейнетақы Қазақстан бойынша 53.076 теңге. Яғни жасына байланысты зейнетақының формуласы былай болып табылады. 1998 жылға дейін стаж, мысалы стаж 10 жыл болса, 10 жылды 12 айға көбейтсек, аймен көбейтсек, 120 ай, соны 36 айдың табысына бөлеміз. Яғни 36 айдың табысы ешқашан жұмыс жасамаса, мысалы, ешқашан жұмыс жасамаса, онда ол 53.076 теңге деп мына жерге жазамыз. Егер табысы болса, соның орташа табысын жазамыз. Содан кейін жасына байланысты пенсия тағайындалады. Және оның формуласын айтамын қазір алда. Мінекей, жасына байланысты зейнетақы, жалпы 36 айдың табысы 6.831.000 теңгеден аспау керек деп айттым, барлығын түсіндірдім. Ал табысы мүлдем жоқ болса, ең кіші зейнетақы 53.076 теңгені көрсетеміз деп жазып қойыңыздар, анық түсіну үшін. Содан кейін жасына байланысты зейнетақы бұл еңбек кітапшасы, диплом нұсқасы, военный билет, жаңағы ер адам болса, балалардың туу туралы куәліктері мен неке куәліктерінің түпнұсқасы болуы шарт. Егер жоғалған, жыртылған немесе түзетулер орнаған жағдайда егов сайты арқылы анықтамалармен дәлелдей аласыздар. Бұл жоғалған жағдайда қалай архивный справка алу керектігін мен видео түрінде тағы да көрсеттім. Ер адам үшін өткізілетін құжат ол диплом, военный билет, еңбек кітапшасы, 36 айдың анықтамасы, зейнеткерлікке арналған банк счетының 20 сандық номері. Әйел адам үшін диплом, еңбек кітапшасы, балалардың туу туралы куәліктері, егер тегі өзгерген болса, неке куәлігі, қыздарының тегі өзгерген болса, олардың да неке куәліктері, асырап алған балдарың болса, олардың да бір подтверждение справкалары, 36 айдың табысы, ал жеке кәсіпкерлікпен айналысатын болса, олардың жаңағы отчеттары қажет болады. Зейнеткерлікке құжатты туған күніне 10 күн қалғанда тұрғылықты цонға барып тапсырады. Зейнеткерлік туылған күннен бастап тағайындалады, туылған күннен бастап тағайындалады. Ал егер қалып кеткен стаждарын зейнеткерлік тағайындалған соң архивтен немесе анықтамалар алған болса, қайта перерасчет жасату арқылы стажын қоса алады. Мысалы, дипломын таппай құжатын өткізсе, зейнеткерлік тағайындалды, 20 жыл болса, кейін дипломын архивтен анықтама алған жағдайда құжатын өтініш жазу арқылы 3-4 жыл стажына қосылады. Ескерту, перерасчетқа өтініш жазған күннен бастап есептеледі. Ал енді жасына байланысты зейнетақы есептеу. КТС, яғни трудовой стаж. КТС деген еңбек өтілім ай, жаңағы стажды айтып жатырмын. Мысалы, 10 жыл стажы болса, 10 жыл, 98 жылға дейін 10 жыл стаж болса, оны айға шаққан кезде 120 ай болады бізде. Соны ер адам болса 300 коэффициент болады, әйел адам болса 240. Бұл коэффициенттер қатып қалған формула бойынша. Көрдіңіздер ма? Ер адам болса, мысалы 120 бөлу 300 болады, әйел адам болса 120 бөлу 240 болады. Және КСДМ, коэффициент среднемесячный доход дейді. Бұның формуласы қатып қалған 60 бөлінген 100 көбейтілген СМД. СМД деген зейнеткердің жаңағы айтқан 36 айдағы табысының орташа көрсеткіші.
осы формуланы жаттап алсаңыздар, жазып алсаңыздар болды. Қазір мұны мысал ретінде көрсетемін. КТС стаждың айлары дедім, иә, 240 тұрықта коэффициент дедім. Енді әйелдің 1998 жылға дейін стажы 18 жыл дейік, иә. Жалақасының орта есептік көрсеткіші 120 мың. 36 айда бұл кісінің орташа айлығы 120 мың теңге болды. Оны біз есептеп, содан кейін осы 120 мың теңгені шығардық дейік. КТС-ны анықтау. КТС дегеніміз айлар, иә. Мысалы 18 жылды айға бөлсек, көбейтсек, жаңағы бір жылда 12 ай, 12 айдан 18-ге көбейтсек 216 ай болады. Соны әйелдікі болғаннан кейін қатып қалған тұрақты 240 коэффициентке бөлеміз. Сол кезде 0,9 коэффициент шықты, көрдіңіздер ма? Үстіп есептейміз. Ал КСМ-ды, яғни бұда тұрақты 60 бөлінген 100 болады, көбейтілген СМ-ды бізде мінекей айтқаным, жалақасының орташа есептік көрсеткіші 120 мың. 60 бөлінген 100, көбейтілген 120 мың. Міне, бізде 72 мың теңге шықты. Енді 0,9 мінекей КТС көбейтеміз. СМ-ды мінекей 72 мың. КСМ-ды мінекей 72 мың. Сонда бұл кісіге 67.800 теңге жасына байланысты зейнетақы тағайындалады. Түсіндіңіздер ма? Ары қарай кетеміз. Әйел адамның зейнетақысы қалай тағайындалады? Әйелдердің зейнет жасы 2023 жылдан бастап 61 жас болады. 53 жастан бастап 5 балалы, одан да көп балалы әйелдерге тағайындалады. Және де стажға диплом, еңбек кітапшасы, бала күтімімен отырған уақыты есептеледі. Енді ол қалай есептеледі? Мінекей дипломы, мінекей 0109. Диплом всегда, диплом басталған уақыты жазылмайды, всегда 1 қыркүйектен білім күнінен бастап есептеледі диплом. Аяқталған күні мына жерде аяқталған жазамыз. Сонда 1 жыл 9 ай 28 күн. Менде стаж есептеу калькуляторы бар, соған салып есептейсіздер. Мінекей. Және әйел адамның зейнетақысы қалай тағайындалады? Мінекей осылай еңбек кітапшаларын аласыздар. Мінекей, мына жерде еңбек кітапшасында 19.01.85-тен 03.10.87-ге дейін, мінекей, мына жерде көрдіңіздер ма? 19.01.85 жылы жұмысқа кірген, 03.10.1987 жылы жұмыстан шыққан. Және де қайтадан 03.10.1987 жылы жұмысқа кірген, мінекей, 03.01.1992 жылы жұмыстан шыққан. Мына жерде қате кетіп қалған 03.10 емес, 16.07.1991 болады. 16.07.1991, сосын 03.01.1992 жылы жұмыстан шыққан, босатылған, то есть. Және де мына жерде 1994 жылы туылған баласы бар, ол уақытта бала күтімімен отырған жоқ. Бірақ жұмыс арасында үзіліс болғандықтан бір күн бала күтімімен қосылады. Мысалы, қараңыздар, 1994 жылы туылған баласы бар. Ол уақытта бала күтімімен отырған жоқ дейді. Бірақ жұмыс арасында үзіліс болғандықтан бір күн бала күтімімен уақыт қосылады. Сонда 1992 жылы бала күтімі бойынша 04.04 бала күтімі бойынша отырған. Және де 05.01.1992 жылдан бастап 04.02.1993 еңбек өтілімі бар дедік. Және 05.02.1993 жылдан бастап 08.02.1993 жылы бала күтіміне байланысты стаж. Яғни бізде 04-нен аяқталып тұр ғой, 05.02.1993 жылдан бастап 08.02.1993 жылға бала күтіміне байланысты стаж болған. Енді 09.02.1993 жылдан бастап архивный справка алғанбыз, көрдіңіздер ма, 31.12.1997 жылда еңбек кітапшасы бойынша стаж. Жоғалтып алғаннан кейін архивная справка сұратқанбыз, сол жерде жазып беретін еді. 9 февраль 1993 жылдан бастап 1998 жылдың 1 қаңтарына
мінекей 31-12-1997 жылға дейін жұмыс жасады деп. Яғни жалпы стаж 1998 жылдың 1 қаңтарына дейінгі стажы 12 жыл 8 ай 28 күнді құрап тұр. 12 жыл 8 ай 28 күнді құрап тұр. Соңғы жылдарда табысы жоқ. Осы есеп бойынша жасына байланысты зейнетақы мөлшері 24.391 теңгені құрайды. Оны қалай есептедік біз? Мінекей, есептеу формуласы 98 жылға дейін стаж көбейтілген 36 айдың табысы дедік, иә? Енді қараңыздар. Жасына байланысты бізде 6.830.000 теңгені құрау керек дедік. Одан аспау керек деп алдында да айтқанмын. Енді 12 жыл 8 ай дегеніміз ол 152 ай, иә? 152-ні бөлеміз 240-қа тең 0,630 коэффициент. Және тұрақты қысымымыз 60 бөлінген 100 көбейтілген. Бұл кісіде мүлдем айлық болмаған, мүлдем жұмыс істемеген, сол үшін ең кіші айлықты қоямыз дедік. Минимальный пенсияны қоямыз дедік. 53.076. Сонда 31.845 теңге. Және формулаға салсақ 0,633 көбейтеміз 31.845, сонда 20.157 теңге бұл кісіге жасына байланысты зейнетақы тағайындалады. Ал осыны біз осы кісіге айтайық, иә, пенсия жасына шығуға 5 ай қалған кезде бұл кісі осылай есептеп тиімді шыға алады. Ол үшін 152 бөлінген 240 0,633 қалады да, мына жерде 53.076 теңге емес, біз уже 5 ай қалған кезде бұл кісіге ИП ашып 5 айда айлық құямыз, иә, 189.750 теңге деп несін есептейміз айлығын. Сол кезде уже бізде оның алатын пенсиясы мінекей 72.076 теңге болады. Біз еткені ең үлкен айлықты көрсеткішті қойдық, міне 189.750 теңге деп. Түсіндіңіздер ме? Сол үшін мына жерде калькулятормен көрсеткен кезде, қазір сіздерге калькулятормен көрсетейін. Мінекей, қараңыздаршы, біз мінекей мына жерде мен 6.831.000 теңге дейік, иә? Мінекей 5 ай қалды деген шығуына 6.831.000 теңгені бөлеміз 5 айға. 1.366.200 теңгеден 5 айға пенсион айлық көрсетеміз сол кезде. Көрдіңіздер ма? 1.300.000, сонда пенсионы 136.662 теңге, соцотчисление 3/5, страховка 4.9 теңге қойып 5 айға көрсетсек, сол кезде біз 72.076 теңге ала аламыз. Енді қараңыздар, осылай көрсеттік, иә? Енді бізде 36 айдың табысы, мінекей, мынаны осы 5 ай қалдық дейік, айына 1.366.200 дедік, осыны көбейтсек 5 айға мысалы, мінекей 6.831.000 теңгеден аспау керек деп айттым, иә, мына жерде, мінекей. Осыны құрапты. Ал 6.831.000 теңгені 36 айға бөлсек, мінекей, тең болады. 6.831.000 бөлеміз 36 айдың табысы деп тұр ғой, тең 189.750. Мінекей, біздің ең жоғары көрсеткіш 189.750 теңге дедік, иә? Сонда бұл кісі 72.067 теңге пенсия ала алады екен. Түсініңіздер ғой, иә? Енді ары қарай кеттік. Жасына байланысты зейнетақы, диплом түпнұсқасы, еңбек кітапшасы, әскери билет, бала күтім бойынша отырған кезеңдердің документтері керек деп айттық, иә? Мынаның барлығын сіздерге тағы да көрсеттім мен, мінекей. Ары қарай
Енді сіздерге мінекей, оқымаған және жұмыс жасамаған әйел азаматы 1998 жылға дейінгі балалар болса, онда бала күтімімен стажы есептеледі. Стаж бұл кісіде мүлдем болмаған, олда тек қана өзінің туған балдарының стажымен ғана есептеп аламыз. Ал егер оқымаған, жұмыс жасамаған және балалар 1998 жылдан кейін туылған болса, онда зейнеткерлікке құжатын өткізеді, бірақ жасына байланысты зейнетақы отказ келеді. Себебі 63 жасқа келгенде ғана базалық зейнетақы тағайындалады. Қанша дегенмен 53 жасқа 53 жасқа жаспен шықса да, егер 1998 жылға дейін стажы болмаса әйел адамның, оған жасына байланысты зейнетақы тағайындалмайды, қыздар. Оларға тек қана базалық тағайындалады, и то 61 жасқа келгенде ғана. Енді мысалы әйел адамның зейнетақысын қалай есептейміз, жаңағы баласының стажын қалай есептейміз деген сұрақ туындап тұрған шығар, иә, мысалы әйел адам 01.03.1971 жылы дүниеге келген, иә. Ал мынау бірінші баласы 03.07.1993 жылы бірінші баласын дүниеге әкеледі. Екінші баласын 02.10.1996 жылы дүниеге әкеледі. Негізінде әр бала туғаннан кейін 36 айды аламыз. Мысалы 93 жылдан кейін 36 ай, 96 жылға дейін өзі 3 ай. Осы екеуінің аралығын аламыз. Сонда мінекей 06-сына 3-ші баласын әкелген кезде оның алдындағы числомен 05 оны 1997 жыл деп аламыз. Және ол 11 ай болып саналады арасы. Және 97 жылы әкеледі дүниеге, сол кезде 2 ай 25 күн болып саналады. Ал 98 жылға дейін ғана стаж алынады ғой, сол үшін 2008-2009 жылғы балаларының уже стажы ол базалық пенсияға жатады. Енді қалай есептейік? 36 қосу 11 қосу 2 ай 25 күн, 25 күнді алмаймыз, 2 ай дейміз, сонда 49 ай шығады. 49 айды бөлеміз 240-қа, әйел адамның коэффициенті 0,204 коэффициент, және КСМД-мыз 60, тұрақты 60 бөлінген 100 көбейтілген. Бұл кісіде мүлдем айлық болмаған, сол үшін ең кіші минималды пенсия 53.076 теңге дейміз. Және 31.845 теңге болады. Және 0,204 көбейтілген 31.845 теңге тең 6.496 теңге ғана жасына байланысты зейнетақы ала алады бұл кісі. Көрдіңіздер ма? Ал ұсыныс, егер бұл кісі тоже 5 ай бұрын, 1 жыл бұрын дайындалып пенсияға, ИПСін ашып, мысалы ай сайын құйса, мысалы 189.750 теңге ең үлкен айлықтық көрсеткіш, сол кезде бұл кісі 23.225 теңге жасына байланысты зейнетақы алар еді. Енді ары қарай кеттік. Бұл жерде әйел адамның зейнетақысын мен сіздерге көрсетіп жатырмын. Зейнет жасына келгенде өткізілетін құжат, мінекей, жеке куәлік, туу туралы куәлік, жеке куәлігі, диплом, еңбек кітапшасы, басында айтқандай балалардың туу туралы куәлігі, табыс жайлы анықтама, зейнетақыға арналған банктық счет. Енді Камиланың зейнетақысын есептейік, қыздар, мінекей. Камиланың зейнетке шығуына 4 ай қалады. 53 жасында бала санымен зейнетке шығады, себебі 5 баласы бар. Туылған күнге 10 күн қалғанда құжаттар тұрғылықты мекенжай сонға тапсырады. Еңбек өтілімі бар, тек бала санымен отырған аралық стажға қосылады. Түсінесіздер ма? Мінекей. Мінекей. 30.09.87 жылы еңбек кітапшасы бойынша 1987 және 06.04.1987 еңбек кітапшасы бойынша стаж, мынау сол жұмыс істеген стаждары, ал мынау 97 мен 31.12.1997 жылы бала күтімімен отырған уақытта. Және де оның балалары арайлым, қазір мінекей 5 баласы бар дедік. Мінекей 95-і, 97-сі, 2000, 2003, 2012 жылы туылған балалар.
яғни бұл жерге мінекей Келдібекова Көркем Мұратқызы 16.02.1997 жылда мен тоқтайды 2000 жылғылар базалыққа кіреді. Айттым ғой, өйткені жасына байланысты зейнетақы тек қана 1998 жылға дейінгі ғана стажды қарайды. Сол кезде жалпы стажы 98 жылға дейін 8 жыл 9 ай 5 күнді құрайды. Бұны қалай сіздер есептеді? Мысалы, мына жерде мінекей мына жерде мен калькулятор қойып кеттім. Так, мини калькулятор бар. Сол жерде осыны қойсаңыздар, осы аралықты қойсаңыздар, сіздерде мини калькуляторда есептеп береді. Так, мінекей мына аралықтарды сол калькуляторға салсаңыздар, қанша жыл, қанша ай екенін есептеп береді. Енді стаж 8 жыл 9 ай және 4 айы бар дедік, зейнетке шығуына 4 ай бар дедік әлі. Бізде әлі шанс бар 4 айға. Яғни 8 жыл дегеніміз 12 ай, 8-ді 12-ге көбейтеміз, оған 9 айды қосамыз, яғни 4 айды қосамыз, яғни 109 ай шығады. Бізде КТС-мыз 109 ай, тұрақты 240-ға бөлеміз, сол кезде 0,5 коэффициент шығады. Және КСМД-мыз тұрақты 60 бөлінген 100, айлық болмаған соң 53.076 теңгені қоямыз да 31.845 теңге болады. Және 0,5 коэффициентпен 31.845-ті көбейткенде 15.922 теңге тағайындалады. Мінекей 15.922 теңге тағайындалады. Және де енді мінекей ал енді Камиланың айлығы бар деп есептейік. Мына жерде айлығы жоқ дедік. Сол үшін 53.076 теңгені қойдық. Ал Камиланың айлығы бар деп есептесек, және стажы 8 жыл 9 ай болса, осы есеппен 53 жасқа толғанда жасына байланысты зейнетақы мөлшері 20.493 теңге шығатын еді. 15 мың шықса, 75 мың айлықпен 20.490 шығатын еді. Немесе тағы да 4 айымыз бар ғой біздің әлі. 4 айда біз ИП ашып жіберіп, 6 миллион, мысалы, мына жерде мен көрсеткенім, мына жерде айттым ғой, сіздерге. Так, 6.831.000 теңге бізде максимальный 36 айда көрсете аламыз. 6.831.000-ды 4-ке бөліп жіберсек 587.000 теңге түседі. Және сол ИП-ға салып, жоқ, мінекей 6 миллион олай да істесек болады. Бірақ 587.000 теңге деп 587.000 теңге деп айлығын көрсетсек те болады. Ол кезде бізде жасына байланысты 38.399 теңге. Мінекей біз 6.831.000-ды 4 айға бөліп, соның пенсионный соцстраховкасын төлесек те болады, немесе айлық жылдық табысын айына 587.000 көрсетсек те, мінекей біз 38.399 теңгені аламыз. Мысалы, пенсионка ол үшін 58.700, социальный 2.100, медстраховка 4.200. Бұл жерде қыздар, мысалы, декретте пенсионныйды біз пенсионный минималка, соцотчисление максималка көрсетіп декретный шықсақ, бұл жерде біз керісінше пенсионныйды максималка, бұл жерде пенсионныйға қарайды, соцотчисленияны минималка құйсақ та болады. Түсініңіздер ғой, Мына жерде 4200 мен 2022 жылдығы мен айттым. 50 жасқа толғанда тек жасына байланысты зейнетақы тағайындалады. Ал 60 жасқа келгенде НП пен жинағымен базалық пенсия тағайындалады. Түсініңіздер ма? Бұл жерде жасына базалық пенсия мен НПФ тек қана 61 жасында немесе 60 жасында
әйел адам үшін 61, еркек адам үшін 63 жасында ғана тағайындалады. Оған дейін тек қана жасына байланысты зейнетақы ала алады адамдар. Енді тағы да бір мысал, Айнагүлдің зейнетке шығуына 12 ай қалды. 61 жасында бала санымен зейнетке шығады. 3 баласы бар. 61 жасында кәдімгідей өзінің жасымен шығады. Туған күніне 10 күн қалғанда сонға барып тапсырады. Бұның стажы 80 жыл мен 86 жылы еңбек кітапшасы бойынша стаж бар. 86 мен 87 жылы бала күтіміне байланысты уақыт бар. Және 87 жылы 97 жылы аралығында еңбек кітапшасы бойынша стаж. Мінекей 3 баласы бар. Жалпы стажы 1998 жылдың 1 қаңтарына дейін 17 жыл 4 айды құрайды, 23 күнді құрайды. Көрдіңіздер ме? 17 жыл 4 ай 23 күн. Енді зейнеткердің 36 айдағы табысы 6.831 мың теңгені құрауы тиіс дедім, иә. Бізде 1 жылға табыс көрсететіндіктен 12 айы бар ғой бұл кісінің. Сол 12 айға ИП ашамыз да 6.831 мың 12 айға бөлсек 596.250 теңгеден бір айға табыс көрсетеміз. Түсіндіңіздер ма? 5 айына көрсетеміз бізде. Мінекей 12 ай, 12 айына көрсетеміз. 2022 жылда бізде налог болмады ғой, сол үшін максимальный 2022 жылға максимальный 8-ші, 9-ші, 10-ші, 11-ші, 12-ші айға максимальный айлық көрсетеміз. 1.268 мың теңгеден жалақы деп көрсетеміз. Ал 2023-тен налог көрсеткендіктен ең кіші 70 мың теңгеден деп көрсетіп жібереміз. Түсіндіңіздер ма? Сол кезде мысалы 17 жыл айға айналдырамыз. Мінекей бізде 17 жыл 4 айы бар. Оны айға айналдырған кезде мінекей 204 ай болады. Көрдіңіздер ма? Және бізде 204 ай бөлінген 240 қатып қалған коэффициент, сол 0,85 коэффициент болды. Және КСМД-мыз 60 бөлінген 100 көбейтілген СМД. Бізде СМД 36 айдың есептік көрсеткіші. Бізде 6.831 мыңды бөліп жүргеннен кейін бізде 189.750 теңге болды. КСМД-мыз 60 бөлінген 100 көбейтілген 189.750 мына жерде. 189.750 жерде. 189.750. Және КТС-мы көбейтеміз. КСМ-да формула бойынша. Сонда 0,85 көбейтілген 112.650 теңге. Сонда жасына байланысты зейнетақы 95.752 теңге тағайындалады. Көрдіңіздер, иә? Мінекей. Және де мінекей 95.750 теңге жасына байланысты зейнетақы тағайындалады. Егер біз ИП ашып, сол кісіге қойсақ, немесе біреудің ИП-сына тіркеліп қойса, сіздер түсініңіздер деп ойлаймын. Енді біз әйелдікін түсіндірдім. Әйелдің зейнетақысын, енді еркектің жасына байланысты зейнетақы